Армысыздар, құрметті жанкүйерлер, футболдан оқу жаттығу жиынын өткізіп жатқан командалар Қазақстанның, біздің назарымызда соның бірі Ұлытау. Түркиядағы Анадолу жерінде өтетін матч, дәлірек айтсақ Ұлытау және Шинник. Ресейдің Ярославль қаласының командасы. Бүгінгі қарсыласымыз бұл жиын арқылы Ресей біріншілігінің екінші бөлігіне дайындалады. Ұлытаудың мақсаты әрине олардың да Шинниктің легионері, ал қазір доп Бағдат Данияровта. Бағдат қақпаға соққы, әлсіз соққы. Тоқтату керек. Алыстан соққы. Өте қауіпті соққы, бірақ биік кетті доп. Алейников екен соққы жасаған. Алғашқы командасы енді Академия оңтүстік, кейін Мақтаралды ойнады. Қырғызстанда бір жыл доп тепті, Дордой командасында. Өткен маусым Жетісай сапында болды, енді қандай мүмкіндік жіберіп алды қазір. Ярослав Терехов. Ұлытаудың да шабуылдар жаман емес негізі. Міне алыстан соққы. Құрғақ жапырақ болуы мүмкін еді бұл. Павлов допты қайтарды. Шабуыл жалғасады, өте жақсы. Қазір қақпа нысанаға алуға да болады, бірақ қақпаға соққы жасалды. Қақпашы допты қайтарып отыр. Ярослав Терехов. Жақын бұрыштан соққы жасады. Футбол алаңының маңында, демек, Қайрат командасы да матч өткізуде. Слямбеков өте жақсы ойнады, бірақ қараңыздар, иықпен қағып қарсылас алып қойды топты. Қақпа бос. Павлов не істеді қазір? Оңай гол соқты Шинник командасы. Слямбеков иықпен тірескен сәтте позицияны беріп қойды. Командасы жауап гол соғуы тиіс. Абылайхан көтерді топты. Слямбеков теуіп отыр. Рамазан Абылайхан өте жақсы соққы. Есеп 1-1. Теңестірді есепті. Ұлытау командасы пенальтидің көмегімен. Слямбеков. Ал соңғы тұрған Хосе Карильо. Жіберіп қойды, бірақ қақпашы тамаша енді. Байжан Меделхан топқа жеткізбеді. Шинник футбол салыстан соққы. Бұндай допты ұстауға тиіс қақпашы. Бугулов. Мүмкіндік бола ма? Жоқ, дұрыс пас бере алмады. Төреш сағатына қарады, уақыт аяқталды негізі. Міне, финалдық 40, матч 1-1 есебімен аяқталып отыр. Қарсыластарымыз бірінші гол соқты, Ұлытау көп ұзамай екінші таймда пенальтидің арқасында есеп теңестірді. Голдың авторы Рамазан Абылайхан 1-1. Сонымен осы